бұл ақпарат сізге, егер сіз мұғалім болсаңыз, бұл ақпарат сізге тікелей қатысты. Бір жылда мемлекеттен осы оқытушыларға, мектеп оқытушыларына 250 миллиард теңге ақша бөлінеді. Бұл дегеніміз, бұның ішінде қағаздар, А4 қағаздар, принтер, картридж, әртүрлі компьютерлер, хозяйственный товарлар, канцелярский товарлар, сонымен қатар спорт товарлар, одан бөлек кабинетте текущий ремонт жасау, информационный стенд алу, осы секілді заттардың барлығына бюджеттен ақша бөлінеді. Алайда көптеген оқытушылар жазып жатады, бізге ол заттар жетпейді дейді, келмейді дейді. Тіпті кейбір оқытушылар жазып, 40 жыл болды мектепте жұмыс жасап жатқаныма, бірде-бір А4 қағаз берген жоқ дейді. Бұл дегеніміз, бұл жүйелі проблема, осы жүйелі проблеманы шешу қажет. Енді біздің елімізде 500 мыңға жуық оқытушы бар екен, орта білім саласында. 250 миллиард теңгені 500 мыңға бөлетін болсақ, онда бір мұғалім басына бұл деген жылына 400 мың теңгедей ақша бөлінеді екен. Бірақ ешқашан да мұғалімдер ол ақшаны көріп те жатқан жоқ. Қолына қалам, ручка, басқа да қажетті канцеляриялық тауарларды алып жатқан жоқ. Сонда бұл ақша көбінесе желініп кетіп жатыр ғой. Бұл ақша толықтай деп айтуға болмайды, 90% желініп кетіп жатыр. Себебі тендерді ойнататын білім басқармалары, білім бөлімдері тендерді ойнатады, поставщиктер жеңіп алады, алайда заттар ұстаздарға жетпейді. Осының нәтижесінде ұстаздар өздерінің қаражатына бұл заттарды алады, немесе кейбір жағдайларда олар ата-аналарға өтініш жасап, ата-аналардың есебінен осы заттарды алып жатады. Алайда бұл заттардың барлығына мемлекеттен қыруар ақша бөлінеді. Бұл мәселе бойынша білім министрлігіне де хаттарды жаздым. Алайда олардың тарапынан ешқандай да бір осы мәселені шешуге ынта-жігерлері жоқ. Бұл жүйелі проблема, бұрыннан келе жатқан проблема. Оның шешімін табу оп-оңай. Ең дұрысы әрбір оқытушыға қосымша айлығына осы керек жарақтарын алу үшін қосымша осы ақшаны берген дұрыс. Себебі түбінде бұл заттарды оқушылар арқылы ата-аналар алып беріп жатыр. Түбінде қарапайым халық бұл ақшаны төлеп жатыр. Және де тағы да сол бүкіл ұрлықтың барлығы жасалып жатқан О-маркет сияқты сайттар арқылы ма? Әрине, О-маркет сайты арқылы осы заттардың барлығы алынады. Алынғанда да рыночный бағада емес, 5 есе, 10 есе қымбат бағада алынып жатады О-маркетте. Оның мысалдардың барлығын келтірдік, мысалдардың барлығы бар. Яғни, біздің білім жүйесіндегі жемқорлықтың өте жоғары деңгейде екенін белгісі ғой. Білім саласы, жалпы еліміз бойынша статистика қарайтын болатын болсақ, бірінші орында жемқорлық бойынша. Егер сіз мұғалім